Төлемдердің мөлшері тікелей табыс деңгейіне және жұмыс істеу ұзақтығына байланысты. Сонда қалай? Еліміздегі зейнеткерлер алған зейнетақысына патшалар сияқты шалқып өмір сүруіне жете ме? Қай елдің зейнеткерлеріне миллиондап зейнетақы төленеді? Біздің елде бұл мүмкін бе? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Шетелдік зейнетақы қорларының зерттеуіне сәйкес, ең көп зейнетақы төлемдерін Испания, Америка Құрама Штаттары және Германия тұрғындары алады. Осылайша Испанияда зейнеткерлер айына 1,7 миллион теңгеге дейінгі төлемдерге сене алады. Яғни испаниялықтар 2 миллион теңгеге жуық зейнетақы алады деген сөз. Мұндағы зейнетақы жүйесі ынтымақтастық үлгісіне негізделген. Мұнда зейнетақы мөлшері еңбек өтілі мен жалақы деңгейіне байланысты. 65 жастан бастап зейнетке шығуға болады. Зейнеткерлердің ай сайын 1,6 миллион теңгеге дейін алуға мүмкіндігі бар ақшта жүйе мемлекеттік төлемдерді, яғни әлеуметтік қамсыздандыру және жеке зейнетақы жинақтарын біріктіреді. Бұл соманы алу үшін сіз жұмыс беруші мен қызметкер арасында бөлінген 35 жыл бойы табысыңыздың 12,5% тұрақты жарналар енгізуіңіз керек. Ал Германияда зейнетақының ең жоғарғы мөлшері айына 1,200,000 теңгені құрайды. Төлемдер еңбек өміріндегі жиынтық табыс негізінде анықталады және жыл сайын елдегі орташа табыс деңгейіне сәйкес индекстеліп отырады. Әрине, аталған елдерде өмір сүру нарқы өте жоғары. Одан бөлек коммуналдық қызмет ақылары да өте қымбат. Дегенмен зейнеткерлеріне лайықты зейнетақымен жарылқап отыр. Ал біздің елдеше, жастайынан бейнет тартып, қартайғанда зейнетін көрем деген зейнеткерлердің зейнетақысы шайлығынан ауыспайтыны белгілі. Шетелдік құрдастары сықылды әлемді аралап саяхаттау әзірге қазақстандық зейнеткерлерге арман ғана. Тек балалар мен немерелері шетелге қыдыртпаса, бір зейнетақымен демалыс орындарына барудың өзі мұң екені анық. Бұған дейін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап егде жастағы қазақстандықтардың төлемдері инфляция деңгейінен 2%-ға асып түсіп, 8,5%-ға өскенін хабарлаған болатынбыз. 2025 жылы зейнетақы төлемдеріне республикалық бюджеттен 4,231,3 миллиард теңге бөлінген болатын. Елімізде ең жоғарғы зейнетақы 1 миллион теңге болса, ең төменгі зейнетақы 62,771 теңгені құрайды. Республикалық бюджет туралы заңға сәйкес мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері 32,360 теңге деп бекітілген. Ал ең төменгі зейнетақы мөлшері 62,771 теңгені құрайды. Жыл сайынғы индексацияның нәтижесінде 2025 жылы ең төменгі ынтымақты зейнетақы 95,131 теңге болса, ең жоғарғысы 213,046 теңгені құрайды. Жыл сайын зейнетақыға арнайы көбейіп отыратыны тағы белгілі. Дегенмен, шетелдік әріптестеріне қарағанда біздің елдегі зейнетақы төмен екені белгілі.